Ассаламу алейкум, урметлі сәрджілер, Миле телеканалында хаберлер, студияда мен Лилевет Жатчалышам. Бүгін бөле мәлуметлар хақында тариф етеміз. Айпетри дағының үстіндегі тегізлікте капитал құружылық сайылмаған биналар бозылу башладылар. Қырым көйлерінің тарихиятлары малюмат жиынтығы Девлет Дума мебусы Руслан Бальбек ве Қырым алимлері еле береберлікте бежірілген иштір. Бұл жиынтықның тешкіл өтілігіне иссе қошқанларының эпісіне тешікірлер білдірмек үшін мебус көрішув кечірді. Ақмежетте курорт Мевсемар фесінде шернің санитар алы ве планлаштырылған лейхалар музыкер етілді. Яқын заманда Ақмежетлілер насыл денешмелеріні беклеме кереклер. Қырымда ең бекленілген ері ярышының кастинглері әп девам етмекте. Манчестерде теракт юз берді. 22 инсан эля қолды. Оларның арасында балалар да бар. 59 инсан хастаханеге еткізілді. Күчлі патлав Манчестер арена стадионында базар эртісі күні ақшам Американ юрджи Ариана Грандының чықышы вақытында әшітілді. Эсас фікір теракт полис қадемлерінің малюматына көре патлавны өлімге азыр террорист әмелге кечірді. О бір өзі еді ве патлав нетижесінде эля қолды. Sky News телеканалы қайт етті ке зарар көргенлер шапнель кебі данатмадан яраландылар. Манчестерде патлавдан сон эпысы британ фирқалар сайлавдан евелки компанияларны тоқтаттылар. Хавсызлық ве мудафа буынжа Федерация шорасының рейесі Виктор Азеров қайт етті ке Русия Британияның мақсус қызметлеріне терактның себеплеріні анықламаға ярдым етмеге азыр. Қайт етмелі ке патлав нетижесінде зарар көргенлер білген руселелер ақта малюмат шымдылық йоқ. Дейлер Лондра шәрінің руселе елшіханесінде Манчестердегі патлав 2005 сене Лондра метросындaki фаджандан сон Британиядан ең бұйық теракт олды. О вақыт 50-ден зиеде инсан елак олды. Айпетри дағының үстіндегі тегізлікте капитал құружылық сайылмаған биналар бозылу башладылар. Қырым башы Сергей Аксенов білдіргеніне көре Айпетрінің төпесінде бақча парк зонасы пейда олажақ, капитал биналар ісе олмажақ. Ижзеретінен мұнда Русия Федерация Девлет Дума мебусы Руслан Бальбек, Қырым Жүмхуриет милетлер ара мұнасибетлер ве сүргін етілген гражданлар ишлері бойынша Девлет комитетінің башы Заур Смирнов ведігірлері келділер. Бүгінден Айпетри төпесіндегі қорық зонаның абаданлаштырылығы башланды. Мұнда çalışқан иш адамлары капитал олмаған биналарны бозып башладылар. Иш адамы Ибрагим Сулейманов да оларның арасында. Ватандашымыз мұнда 20 ел девамында çalışайды. А кто будет вывозить? Конечно, своими силами будем вывозить, разбирать. Людмила Мусиенко мұнда 2000 сенесінден берлі çalışып келді. Қадын білдіргеніне көре яқын вақытта 85 квадрат метрлік бинасыны дағытажақ. Сносить никто ничего, мы должны сами, получаем компенсацию, и сколько там 2-3 недели нам дают время, чтобы мы разобрали своими силами свое помещение. Биналар бозуловның жерянының незарет etmek için Қырымбашы Сергей Аксенов келді. Оның сөздеріне көре, эпосы иш адамларына альтернатив ерлер тепсие етілежек. Мұнда енді эпосы қырымылар ве мусафирлер ландшафт дизайны лез экозонаны зиярет etmege имканлары олажақ. Мы понимаем, что в данном случае больше этот вопрос разыгрался как политическая карта. Здесь в том числе люди играли и органы власти на межнациональных отношениях. Но сегодня, благодаря вот такому взаимодействию плотному, я хочу в первую очередь, еще раз говорю, обратиться и сказать спасибо тем, кто здесь торговал непосредственно. Люди, понимая свою ответственность, в том числе пошли нам навстречу. При этом, конечно, со всеми предпринимателями работали местные органы власти. Всем предложена определенная альтернатива. С каждым практически в режиме ручного управления были проведены беседы на возможность предоставления альтернативных мест и в местах проживания непосредственно в тех городах, где люди живут и работают, и в том числе в зоне Большой Ялты. Қырымбашы қайдетті ки Айпетридегі құрылған биналарының 100% жоқ етілежек. Бұнен бағлы әрекетлер енді япыла. Sonra абаданлаштыруф ишлері башланайжақ. Шақси құрыжы шirket bu ишлеріні Девлет тыш параларға бежермеге сөз бере. Мұнда қораланған бақуф мейданчығы көзде тұтыла. Sonra есе экологик ландшафт бақча құрылажақ. Осынев бетінде Русия Девлет Думаның мебусы Руслан Бальбек қайдетті ки Айпетри Қырымның зиярет варақасыдыр ве бұ топырақта мартасы қоруқ ері олмақ керек. Объектлерінің бозылуы инсанларны ишсіз қалдырмас. Путем диалога органов власти с предпринимателями удалось прийти к общему знаменателю. И когда мы
встречаем такое явление, как добровольный демонтаж вот этих строений. На сегодняшний день люди идут навстречу по всем вопросам, которые связаны с трудоустройством, потому что каждое кафе кормило отдельно взятую семью. Это очень важный аспект социальный, поэтому при взаимодействии с органами местной власти сегодня люди получают место на равнинной части, либо по месту жительства, либо в Ялте, в Бахчисарае для продолжения трудовой деятельности. Айпетри топрағының кулланычысы Шарм адлы фирманын мудиры Нариман Кутбединов білдіргеніне көре 45 объект yok этележек. На нашей территории находится 45 объектов, они полностью будут добровольно демонтированы. Нам также органами власти и Республикой Крым предоставлены аналогичные земельные участки, которые находятся в ПГТ Семизе и городе Бахчисарае, где на данный момент ведется плодотворная работа по освоению данных земельных участков, где мы на данный момент никаких противоречий у нас нет. Мы пришли к единому мнению о том, что необходимо привести все в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации. Кутбединов вады еттіке. Топрақ мейданы бір ярым ай давамында темізленecek. Sonra Ялта идарелігіне берілecek. Топрақ дамартасы фирма ile 44 yılға кираға алынған еді. Оның весиқалары да Украина деверінде elde етілген еді. Мы приняли решение о том, чтобы добровольно освободить данный земельный участок. Властями Крыма было принято решение совместно с нами прийти к общему диалогу о том, чтобы мы добровольно демонтировали данные строения, так как это заповедная зона и является визитной карточкой жемчужины Крыма. Айпетри Крымның ең сық зиярет етілген дағлардан бірідір. Бұ айрыжа қорылған ер Ялтадағы орман қорығы тіркібіне кіре. Бұ ерді ерасты сувлары топлана. Олар чоқрақларға сув бере, нәтижеде есе Ялта шәрі сув ile темінлене. Сабрия Халиляева, Айша Шулакова, Аким Бекиров, Миллет Ичон. Қырым көйлерінің тарихи адлары малюмат жиынтығы Девлет Думами Бусы Руслан Бальбек ве Қырым алимлері ile бераберлікте бежірілген иштар. Аз вақыт ішінде яратылған китапны әнді әм сайфелемек, әм ярымаданын тарихына далмаға мүмкін. Қырым Одеслік педагогика университетінің ilmi шурасына, жимат әрбапларына ве бұ жиынтықның тешкіл етулвене есе қошқанларының эпосіне тешікірлер білдірмек үшін мебус күрішув кечірді. Бізім мұхбирміз Алимек Айбулаева тafsilatlar ile. Тарихи адлар қайтарылмасы чоқсы Қырым татарларының арзусыдыр. Қырым көйлерінің тарихи адлары адлы малюмат жиынтығы Девлет Думами Бусы Руслан Бальбекнің муэллифлігінде бұ ақықи бақшыштыр. Әмде бұ Қырым татар халқының толу шекілде реабилитерленмесіне елдір. Айны бойле депті керек маса айтрафында топланған алим тарихші Девлет хадимлері ве жемат эрбаплары оз фікірлеріні білдірелер. Муэллиф озы есе қайдете ке бұ ішке Қырым Одеслік педагогика университетінің ilmi шурасы қол тұтты. Енді есе бұ тек Қырым тарихына огренмеге істегенлерге дегілде, хакимиет органларына да реабилитерленген гражданлардың меселелері чезілуінде ярдым етежек. Справочное издание имеет статус научного труда. Издание самого справочника исторических названий населенных пунктов реализуется в рамках указа президента о мерах реабилитации репрессированных народов. И считаю, что мы, по сути дела, сделали то, что не делалось последние 23 года, то есть поэтому всех поздравляю, действительно важное историческое событие. Малюмат жиынтықның тахрижчісі тарихи илимлер докторы Владимир Поляков бераберлікте япылған ишіле мемнен. Енді есе топонимика бөлігінің огренген сон о Руслан Бальбекнің Қырым татар антропонимикасының огренме ғайесіне қол тұтты. Ве яңы жиынтық өзерінде çalışмаға азыр. Өнешір Қырым татар адларыны доғры язмаға, хаталардан қачмаға ярдым етежек. Конечно, мы очень довольны итогом. Все уже отметили, что это, наверное, первое такое сочетание науки и административного ресурса. Проблема имен очень интересна. Крымско-татарский народ пережил очень серьезный период, когда было покушение на его имена и писали по-узбекски, когда «о» везде вставляли там, где должно быть «а». Была и со стороны ираноязычной, и русская, и прочее. И в конце концов уже и сами люди запутались. Поэтому мне идея понравилась. Русия Федерация президенті оғынды тешкіл олынған милетлер арамына себетлері бойынша шураның азасы инкишаф жема тешкілятының президенті Ескендер Билялов оз небетінде қайдетті ки, бұ жиынтық қылавуз олajak. Келечекте Қырымның тарихи адларына қайтармаға қызмет етежек. Я думаю, это дальнейший наш будет путеводитель для того, чтобы нам все-таки вернуть в Крыму названия, исторические названия. Я хотел бы, чтобы вместе вы все сделали еще много трудов в пользу для Крыма и в пользу для репрессированных народов.
Қырым Муандислік педагогика университетінің президенті Февзи Якубов да Руслан Балбекке бұл ішіні башлағаны үшін, оның жесіретлігі үшін өз тешеккерлеріні білдірді. Топонимика қайтарылмасы бұл репрессияға ұғыраған халықларының реабилитациясы ақтачарелер бойынша Русия Федерация президентінің емірінің әмелге кечірілмесідір. Что без восстановления топонимики, как таковое восстановление прав, лица, сути народа, как таковое не может прозвучать. Крым – это синтез, это котел, где варились разные народы, и, естественно, след вот этого котла, он остался здесь, и он, вот его последние звуки, они и представлены здесь. Бұл жиынтық мектеплерге, китапханелерге ве дигер оқу федерелерге yollanılacak. КМПУ ректоры Чингис Якубов қайдетті ки, ilmi иш әркеске файдалы olur, әмде оқу кетшатына көрсетілежек. Мы ему, конечно, безгранично благодарны, прежде всего, за то высокую степень доверия, которую он нам оказал, ибо данный справочник, он носит и государственное значение. Сегодня это такой симбиоз, синергия науки и органов государственной законодательной власти. Естественно, будут делаться ссылки на этот сборник. Это индексицирование, общеизвестные вещи для ученых. Так? То есть и в максимальном варианте он будет внедрен в учебно-образовательный процесс. Қырым көйлерінің тарихи адлары мәлімат жиынтығының муэллифі ве тахризчісі бұл ішке эпсі қол тұтқанлар, әлемлер ве мұсафирлер үшін китапны имзаладылар. Әлеме Кайбулаева, Всеволод Матросов, Миллет үшін. Қырымда хаста өлгені үшін екімні махкеме етежеклер. Ичкі район хастаханесінің екімі махкемесі өгінде жевап бережек. Чүнке оның қабаты себебінден хаста вефат етті. Бұл ақта Қырым Жұмхурет бойынша Русия тақиқат комитетінің баш тақиқат идаресінің матбуат қызметі хабар етті. 2016 сене июльнің 26-сында Ерлес Сакен хастаханеге мұражат етті. Екім хастаны толу шекелде бақматы, тибби ярдым көсірімде нұқсанлықлар қачырды. Нетижеде еркек кіші вефат етті. Деділер матбуат қызметте. Екім 3 елға же сәрбесліктен марум етіле біле, яда межбүри ішлерге yollanылып, кележекте белі бір вазифелерде çalışмақтан шетлештірілежек. Щелкино қасабасында беледия тешкілятларының азалары еле чықыш мұшавере олып кетшті. Оның кетшатында 2025 сенесіне қада Русия Федерациясында Девлет Милли саясетінің әмелге кечірілуіне музыкере еттілер. Сегодняшний семинар посвящен итогам работы за прошлый год по выкупу жилья, по оказанию материальной помощи. Также мы сегодня обсудили вопросы, связанные с проведением Хадерлеса, мероприятий, посвященных 18 мая, вообще всех майских мероприятий. И здесь сегодня представлены все муниципальные образования, кто отвечает за межнациональные отношения. В этом году у нас предстоит также продолжение программы по выкупу жилья. Будем оказывать помощь застройщикам. Поэтому здесь у нас сегодня также представители контролирующих органов, финансового надзора. И вот это полное взаимодействие, я считаю, обеспечит уже избежать тех ошибок, тех недочетов, которые были в прошлом году. Ну и сделать все, что сегодня делается реабилитированных граждан, сделать максимально доступным и прозрачным. Қырым Муандислік педагогика университетінде яңғын юз берді. Университетінде болуған студентлерінің сөзлеріне көре, сабадан 5-ші қатта проводка янмаға башлады. Ішық сөндірілді ве яңғын төлікісіне ишареті ішітілі башлады. Пенжерелерден қарар тұтун чықайды, қаза юз берген ерде Дерял Февкуледе вазиет назырлығының қадимлері келді. Бинада олған инсанлар бірден чықы башладылар, белі олғаны кібі яңғын Қырым татар филология факультетінің одаларында башлады. Компьютерлер олған аудиториясында. Ахмежитте курорт мевсімі арфесінде шырның санитар алыны бұйық yollarının тамир ішлері қанунсыз тижарет еле Куреш ве меркези базар янында мейданчықның реконструкциясы музыкере етілді. Бұл ве башқа деселер ақында бүгін Ахмежит башы Геннадий Бахаревның матбуат конференциясы кетешатында сөз үрсетілді. Яқын заманда Ахмежитлер насыл денешмелеріні беклеме кереклер, бұл ақта мұхбиріміз Айша Шолакова. Матбуат конференцияда Ахмежит мемориятының башы Геннадий Бахарев, оның муавины Александр Авдиенко ве пайтақтымызның баш мемары Ирина Иванова иштирак еттілер. Тәдбір черчевесінде белі олды ки Ахмежит меркезі тамир еткен шirketке шер меморияты тарафындан 30 миллионлық қаршы дава тайынленді. Япылған иш кейфеті бойынша шынды геже дава девам еті ве махкемеде иш музакере етілі. Мы сделали экспертизу
показали то, что действительно есть недостатки. Часть недостатков уже ликвидирована, часть подрядчик не соглашается. Мы, так скажем, доказываем свою правоту, он доказывает свою. Но если говорить в целом, то я не найду, наверное, человека, который бы не сказал, что это хорошо. По качеству, да, согласен. Судимся, разберемся. Думаю, что если что-то будет не то в качестве, подрядчик исправит. Ахмеджит инкишафының концепциясы «Крымская чаша» адыны ташы. Баш мимар Ирина Иванова пайлашты. Шер пайтахт оларақ парлах олсын деп, меркез тынч ешіл ве қоджаман олмақ керек. У айтаки эртекеч санкциялар рет етілер. Крымға инвесторлар ве банклар келер. Меркез жеварға не қадар узақча олса, о вақыт о юксекче парлахча олор. Бүтінлі джам ве бетонға ортюлер. Разделение должно быть. И люди, которые потом поселятся и будут работать сверху, они должны смотреть на красивый центр и снизу должны смотреть на грандиозный центр, тогда на грандиозные окраины, тогда это будет столица. Вот, понимаете, вот такая вот схема. Ирина Иванова білдірді Ленина адына мейданның реконструкциясы бойынша лейха азырламақ үшін Крым пайтақтында яшаған сайкинлерінің фікірлеріні дінленілі. Крымлылар Ленин абидесіні еріні дәнішірмеге ве эвелсі бұ ерді ерлешкен чешмені еріне қайтармаға теклиф етелер. Здесь должна быть прогулочная, тоже красивый город, зона. Фонтан будет обязательно. Не знаю, как он будет выглядеть, это будет конкурс, потому что, ну, кто как хочет. Вот. И, знаете, дело в том, что нужно еще отреконструировать фасад здания Совмина и, соответственно, театра напротив, потому что они, конечно, спорят по стилю, и, в общем, несколько случайно они, конечно, покрашены. Все это имеет, ну, как сказать, неплохо, но они просто разные, да? Ось невбетінде Геннадий Бахарев қайдеттіке, абиде ось ерінде қалажақ. Ахмежітті салғыр озденің темізленуі басамақ-басамақтан кечежек, векележек елі башланажақ. Чүнки шымды тек лейха смета весиқалары япыла. Баш мимар Ирина Иванова айтаки, лейхадан эвелки теклифлер энді азыр. Оларны шер шурасына кірсетежеклер. Тек бұндан сон лейха тизуф ишлері башланажақ. Айша Шулакова, Сан Зивадинов, Миллет Ичон. Социалистик эмек қараманы адлы унванını қазанған Энвер Алиев 89 яшта вефат етті. Энвер Алиев Өзбекистан СССР-нің 131 санлы Янгиюль сайлав жыварының 8-10 чағыруы Милетлер Шурасының мебусы Эмден Нақлиеве баг бойынша комиссия азасы еді. Мебус оларақ чешіт акимиет қабуларында иштирак етті ве бұнен берабер ЦК КПС-нің баш кетебі Михаил Горбачевнын қаршылады. Горбачев о вақыт Хиндистанда бармаздан евел Ташкентте келген еді. Телевизион программаларында дефаларджа чықышларда болуды, памучықлар ве ось ишақында интервью берді. 1973 сенесі Қырым татар тәшібісі тақымы Москваға Қырым татар халқының ақыларына ғайрадан тікленілмесі ақта Риджаднен мектуб язған, оны ЦК КПС-нің кетебетке йолладылар. Сонра әсе коммунистик фирқа өгінде Қырым татарларының авдет ақыларына қорчалады. Жаназе намазы ярын Ахмеджит шәрінде өткерілежек. Қырым пайтақтында Мұқаддес Рамазан айы арфесінде хош келдің Рамазан адлы бұйық бала фестивалі олып кечті. Балалар үшін парлақ концерт чықышлар, егленже ве файдалы ойынлар, мастер-класслар, татлы зияфетлер ве башқа шейлер азырланды. Байрамда біздің телевизион тақымымызда болынды. Мұқаддес Рамазан айы мұсылманлар үшін ән етибарлы ай сайыла. Бұл вақыт ораза тұтыла. Мұсылман тақминінде Рамазан 9-й ай сайыла. Бұл сене ораза майыс айының 27 күні башлана. Бұл ай арфесінде хош келден Рамазан адлы фестиваль өткерілмесі аненеге чеварылды. Bu gibi tedbirler elbette ki bizim için, bizim osayathan neslimiz için ayrı bir ehemmiyet taşıyor. Çünkü böyle merasimlerde bizim balalarımız yakından öz medeniyetinin tanışmağa fırsat elde ederler. Bu yerde eşitken ilahiler, bu yerde görgen çeşit türlü oyunlar, öz ana tilinde laf edilgen muhit. Elbette ki onların öz Kırım milli menliginin sahiplenmesinde büyük bir rol alacaklardır. Ayrıca mevzu Ramazan'ın gelişi olğanı vakit ana baba olarak hepimizge düşken vazife küçük yaştan balalarımızın bu ayının gelişini hazırlamaktır. Ve tamam bu yerde bizim balacıklarımız Ramazan ayına musbet bir şekilde
азырлыкны көре билелер ve inşallah umut etemiz ki onlar bu yerde algan bütün bu müsbet duygularını ömür boyu yüreklerinde taşırlar. Faydalı ilim adlı Medeni Marif Merkezinde ballar için eğlence ve faydalı oyunlar, master-klasslar teşkil olundu. Bundan gayrı hına yani mehendi, hulak teşilövü, sabun toplar şousu, plafi çeşit tatlıklar ve elbette konser programması. Festivalге kelgen ballar Ramazan ayı hakkında çok malumat bilirler. Ramazan ayı Allah'a ibadet etken aydır. Onda biz aşamayız, içmeyimiz ve sevaplar kazanıp cennetke düşmeye tırışamız. Ben bu merasimge geldim ve bek beğendim. Bunda bek eğlenceli oyunlar var idi, güzel yırlar, konser, eğlenceli мастер-класслар, бег мераклыды. Мне очень понравилось мероприятие, оно было очень насыщенным, активным. И вообще месяц Рамадан – это месяц поклонения Всевышнему. Мы должны не пить, не грешить и не принимать пищу от рассвета до заката. И мне очень понравилось мероприятие из-за того, что очень много пришло мусульман на это сегодня. И был как призыв к воздержанию от еды и питья. Bayram Faydalı İlim adlı Medeni Marif Merkezi ve Hırım Musulman kadınlarının Bulur Cemiyet Teşkilatı ile yaratıldı. Hırım Musulmanlarının dini idaresi de bayram keçiriliğine hol tuttu. Kaydetmeli ki yazda Faydalı İlim adlı Medeni Marif Merkezinde yazlık ballar lageri çalışacak. Sultan Emicid Асан Zivadinov Millet için. Ахмеждет районын Ажықал мектебінде Қырым бызым Эвамыз тедбір Қырым халқларының медениетіне бағышланды. Фестивальде мектептің әрбір талебесі ве ұжысы штырак еттілер. Бұл мерасымде бізім мұхберлеріміз де болынды. Festival her yıl geçirili. Adetинче, окуп yılının başından festivalge hazırlıklar başlana. Her bir sınıf çeşit halklar hakkında malumat toplay, sten gazetalar hazırlay, emde milli yemekler takdim etili. Mektep müdiresi aytkanına göre mektepte 970 talebe okuy. Bu ise 13 milletvekilleridir. Onun için mektepte böyle leyhalar geçirilmesi iyi ananenge çevirildi. Onlarda hem talebeler hem hocalar iştirak ettiler. Сегодня у нас мы реализуем проект долгосрочный в течение всего учебного года. Это проект, в котором участвуют и дети, и учителя, и родители, и вся общественность нашей школы, и посвящен он народам Крыма. У нас в школе обучаются дети 13 национальностей, поэтому для нас это очень актуально. И цель нашего проекта – это в какой-то степени познакомиться с традициями народов Крыма и тех национальностей, дети которых обучаются в нашей школе, познакомиться, углубить и сделать нашу школу в этом отношении более сплоченной и дружной. Kırım'da yaşayan 9 milletinin oyunları ve yırları takdim edildi. Bu Kırım Tatarlar, Ruslar, Ukrayniler, Gürcüler, Ermeniler, Yahudiler, Urumlar, Estonlar ve Nemsiller. Her bir milletine birkaç sınıf takdim etti. Şu sebepten sınıf rehberlerinin büyük işini kaydetmek mümkün. 9. sınıf rehberi Niyara Hacıhalilova merasimning maqsadlarini böyle belgiley. Bizim maqsadımız birinciden Kırım'da yaşayan halklarının medeniyetine, talebelerinin merakını büyütmek. İkinciden bizim güzel Dülber vatanımızda çeşit türlü halklarının arasında yan yana yaşayan, muhabbet yaşayan, yaşamağa gereğini göstermek edim. 1-9 sınıflar talebeleri festival iştirakçıları oldular. Dostluk Gülçemberi, yani Venok Drujby deb adlangan koreograf çıkışı bayramның kulminasyon dakikaları deb adlamak mümkün. Bugün biz festivalde oynaymiz. Festival pek meraklı ve Dülber. Такого рода мероприятия учат быть толерантными, по-настоящему толерантными друг к другу. Например, сейчас славяне танцевали танец крымских татар. Я, крымская татарка, танцевала эстонский народный танец. Böyle merasimler ballarda tolerantlık terbiyeley. Her bir milletinin dostane muhitte yaşamağa öğretirler. Tamam bunu iki talebenin anası Dilnoza Muhidinova tasdiqlay. Onlar da festivalde iştirak ettiler. Проект великолепный.
дружба народов, толерантность – это такие понятия, которые объединяют всех людей на планете Земля. Кырым bizim evimiz. Bu sözlerinin kıymetini Acı Kal Mektebi'nin talebeleri yaxşı bileler. Böyle merasimler osiyatkan neselimizin vatanperverlik terbiyesinde muhim yer tuta. Nuriye Azizova, Dilara Sufyanova, Всеволод Матросов, Millet için. Kırım'da en beklenilgen yer yarışının kastingleri ep devam etmekte. Leyhan'ın takımı bütün Kırım boyunca kezip en istidatlı yercini tapmağa niyetlene. Sudak şehrinde oş icrasının 100.000 rubleni kazanmağa isteyenlerin sayısı çok mu? Bu hafta bizim Nevbeti Kilevhamızda bilirsiz. Судақ шайыры бізні бұлытлы аванен қаршылады, бойлы вазетте тақымның кейфі бозылажақ болды. Амма біз үшін бұл проблем дегіл. 2 саттен сон сана азыр жюри азалары оз герлерінде. Иштиракчылар есе оз истидатынен айретте қалдырмаға азыр әділер. Вемана бірінші ижрачы әнді санада. Сабина Хасанова Ешіл Япрақ адлы ерні ижра етіп, сет жюри азаларыны айретте қалдырды. Қыздың сөзлеріне көре, о Қырым татар музыкасыны севе ве бір бош даққаны репетицияларға бағышлай. Сабина еменлікнен айта, оның көчеве истидаты етерлі омытла ғалибе қазанacak. 100 000 вот, призовой фонд. На что планируешь потратить? Ну, половину денег отдам в свои анашки, а половину куплю своему культ-организатору рояля микрофон. Индира Рамазанова Кутлақ яни веселай койынден келді. Кастингте Элмалым адлы Қырым татар халқы еріні ижра етті. Ерді айтыла ке оғылан қызның дықатыны желп етмеге істей, Индира есе жюринің sevgisini қазанмаға ниетлене. Бірінші турда обуны япы болды. Я думаю, что вокал перерастет в что-то большое, очень большое, потому что по наставлениям жюри, я думаю, что у меня будущее будет очень даже хорошее, если я серьезно займусь этим всем. Адетінже кастинг девамында алы барыжылар шерге yol алалар Судақ шәрі де истесна олмады. Қарадеңіз ескі қале вегерлі абиделер епсі тақымызны илхамландырды. Нет, анда пек güzel. Yok, anda pek güzel. Yok. Анда pek dülber. Судақ шәрінде кечірілген кастинг Қырымда ең истидатлы инсанлар яшағанны да бір кере таздықлады. Миллет йылдызы Лейхасы есе оларны тапмаға ярдым ете. Шындылық бұл эпоссы малюмат, яны вақалар ақында дайма хабердар олыңыз ве саат 20.30-да кележе хаберлер информацион программасыны Нариман Тарсинова еле қачырманыз. Бізіле олыңыз сағылтмен қауымыз.